Біздің қызмет енді осы кеніш бойынша бөлімшелердің сұраныстары бойынша техникамен қамтамасыз ету. Одан сол Қыземшек кентінде тұратын жұмысшыларды үйлеріне апарып, жұмысқа алып келу. Бұл компанияға келгеніме өкінбеймін. Өте жақсы компания. Мақтаныш тұтам. Бұл компанияда барлық жағдайлар жасалынған. Компанияда ең главный бізде жаңағы еңбекті қорғау бірінші орында тұрады ғой. Сол балдарымыз алыс сапарларға шығып жатады. Сол кездерде сол ең бірінші сол адам өмірі, еңбекті қорғау техникаларының барлығына барлық жабдықталды. Қазір GPS трекерлер бар, видео регистраторлар бар. Подкапотный беспроводной огнетушителдер қойылып жатыр қазір. Барлық жағдай жасалып жатыр техникаларда. Солардың аман-есен барып келгендері біз үшін бақыт. Отбасыма келсек, отбасымда бір қыз, 3 ұл тәрбиелеп отырмын. Қызымды 2012 жылы мектеп бітіргенде осы компанияның атынан оқыттық. Алматы политехникалық университетін бітірді, эколог мамандығын. Ұлым бұл да сол политех Алматыда оқып бітірді, технолог мамандығын алды. Жұбайым да осы кеніштің ас әзірлеу бөлімшесінде аспазшы болып жұмыс істейді. Осы жерден 34 километр жерде тағы бір заводымыз бар, Летний деп аталынатын. Сол жерден шыққан уранды қазір техника арқылы тасымалдаудамыз осы рудникке. Сол тасымалдау техникасында биылдыққа жаңаладық. Осы Казатомпромда жұмыс істесек деген сондай арман қалыптасқан. Осы Казатомпром компаниясының бір іргетасын қалап, соңында белгілі бір тұлға ретінде осы компанияда қалсақ деген сондай ниет болған. Сол ниетімізге, арманымызға жетіп отырық. Отбасымызбен, жалпы әкем де, анам да осы жалпы сферада. Компания осы 2022 жылы осы компанияның атынан магистр степенін алдым осы Мұхтар Әуезов атындағы университетте. Сол как раз магистр оқып жатқан кезде шетелге Турция мемлекетіне барып, сол жақта біліміміз шыңдап, опыт алмасып деді жаңа. Сондай нәрселер болған. Компанияның арқасында білімімізді шыңдап алдық.